Сәлем достар, бүгінгі тақырып 12 жұп-бас ми жүйке жүйесі. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. 12 жұп-бас ми жүйкесі, біріншісі иіс сезу жүйкесі, латынша olfactorius. Екінші көру жүйкесі, оптикус. Үшінші көзді қозғаушы жүйке, oculomotorius. Төртінші шырыштық жүйке, nervus trachearis. Бесінші үштік жүйке, trigeminus. Алтыншы алып кетуші жүйке, apocenus. Жетінші беттік жүйке, facialis. Сегізінші есту тепе-теңдік, vestibulocanalus. Тоғызыншы тіл жұтқыншақ жүйке, glossopharyngeus. Оныншы қаңғыбас жүйке, nervus vagus. 11-ші қосымша жүйке, accesorus. 12-ші тіл асты жүйке, hypoglossus. Енді оларға жеке тоқталатын болсақ, иіс сезу жүйкесі мұрынның шырышты қабатынан торша сүйектен өтіп, ми қыртысының ішіндегі бөлікте орналасқан. Екінші көру жүйкесі, ол көзде таяқшадан, колбадан басталып, көз саңлауы мен ми қыртысының шүйде бөлігіне. Үшінші көзді қозғаушы ядросы орталық миды көз саңлауынан шығып барып, жоғарғы төменгі етке көзді өрге төмен қозғайды. Төртінші шығыршық жүйке ядросы орталық мида көздің қиғаш етіне. Бесіншісі үштік жүйке ядродан кейін үшке тармақталады. А. Көз саңлауынан шығып, көз алмасын, көз жас безіне, беттің маңдайдың терісін жүйкелендіруші. Б. Ротундумнан өтіп, жоғарғы тістерді гаймаров қуысынан өтіп барып, мұрынның шырышты қабатын жүйкелендіреді. В. Оваледен өтіп, төменгі тісті жүйкелендіреді. Алтыншы алып кетуші жүйке ядросы көпірде көз саңлауынан өтіп, көздің еттерін төменгі, жоғарғы, медиал, латерал тік етке барады. Жетіншісі беттік жүйке ядросы көпірден есту тесігімен жүріп, құлақ маң безінің арасынан өтіп, бүйректің табаны көзді мимикалық еттерге, мойын еттерге. Сегізіншісі есту жүйке, есту тепе-теңдік жүйке ішкі құлақтан басталып, есту түтігімен жүріп, ромб шұңқырына, ми қыртысының самай бөлігіне. Тоғызыншысы тіл жұтқыншақ аралас жүйке құрамында қимылдық аксондар, сезім аксондар, тілден, ұрттан, таңдайдан қимылдық аксондар, ромб шұңқырының жұтқыншақтың еттеріне. Оныншысы қаңғыбас жүйке ядросы көпірде мойын тұрық тесіктен өтіп, сол жерден басталып, мойында кеуденің сол қуысының ішіне қарай барады. 11-шісі қосымша жүйке ядросы ромб шұңқырында мойын тұрық тесігіне шығып тармақталады. А. Төс бұғана еміздік етіне, Б. Нервус вагуспен бірге кетеді, яғни нервус вагус бұл қаңғыбас жүйке. Және де соңғы жүйке 12-шісі ол тіл асты жүйке ядросы ромб шұңқырында мойын тұрық тесіктен шығады, тіл асты сүйегінің үстіндегі астындағы еттерге барады. Достар, сіздермен бөлісетін ақпаратым осы. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.